Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін 7 шелпек дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, қант, тұз, сода, жылы су және ұн қажет. Алдымен ыдысымызға жылы суды, жылы сүтті құямыз. Қант, тұз, ас содасын саламыз. Жақсылап араластырып, ұнды електен өткізіп саламыз. Сол кезде біздің ұнымыздың арасына ауа кіріп, жақсы көтеріледі. Әркімде ұн әрқалай, мен астына грамын жазам, сіз өз көз мөлшеріңізбен жасаңыз. Мінекей бізде осындай қамыр пайда болды. Пакетке салып, 10 минутқа тындырып қойып қоямыз. 10 минут уақыт өтті, мен осындай 7 бөлікке бөлдім. Енді осылай жаямыз. Жетеуінде жайып алғаныңыз дұрыс, себебі тұрған сайын біздің шелпектеріміз жақсы көтеріледі. Майымызды қыздырып, осылай пісіреміз. Осылай сорғытып аламыз майдан. Екіншісін саламыз. Шелпектерді бірінің үстіне бірін қоймаймыз. Жеке-жеке қойып суытып аламыз. Әйтпесе бірінің үстіне бірін қойсақ, көтерілгеннен барлығы қайтадан басылып қалуы мүмкін. Байқасаңыздар, уақыт өткен сайын біздің шелпектеріміз жақсы көтеріліп жатыр. Неке осылай пісіріп ала бересіздер. Неке біздің шелпектеріміз дайын, өте дәмді, қып-қызыл болып, әдемі болып көтеріліп шықты. Сіздер де үй жағдайында осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.